Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Сіздермен футбол әлеміндегі соңғы жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға жазылсаңыздар болғаны. Біз сіздерді жаңа видеолармен қуантуды тоқтатпаймыз. Көп созбайық, біз бастаймыз. Ди Мария Ювентуске ауысады. Оның PSG-мен келісімшарты осы жазда аяқталады. Ювентус 35 жастағы тәжірибелі аргентиналықты еркін агент статусымен командаларына қосатын болады. Ди Марияның айтуынша PSG уәдесінде тұрмады. PSG басшылығы ойыншыға келісімшартты ұзартатындығы жайлы уәде берген көрінеді. Бірақ соңғы сәтте бұл ойларынан айнып қалған. Бірақ PSG бұның бәрін жоққа шығарып отыр. Олардың айтуынша Ди Марияға ешкім ешқандай уәде берген жоқ. Гарет Бейл осы жазда Реал сапынан кетеді. Оған Қытай мен MLS клубтары қызығып отыр. Бірақ ойыншының өзі АПЛ-ге қайта оралғысы келеді. Ойыншы Арсенал не Саутгемптон сапынан орын таба алады. Қыста Тоттенхэм Бейлді сатып алу жөнінде Реалға ұсыныс тастаған. Бірақ ойыншының агенті бұл трансферге қарсы болды. Агенттің айтуынша Бейлдің болашағына ыңғайлы клуб ол Арсенал. Мбаппенің Реалға ауысатынына күмән жоқ. Бірақ бұл туралы ешкім ешқандай ресми хабар таратпады. Ал Мбаппенің өзі болашағы жайлы сұхбат берді. Қазір болашағым жайлы ештеңе айтқым келмейді. Жақында өздеріңіз білетін боласыздар. Барлық шешім қабылданып қойды. Мен өз шешімім жайлы Франция құрамасына қосылғанға дейін хабарлайтын боламын. Фабрицио Романо мырзаның айтуынша Реал мен француздың арасында барлық сұрақтар шешімін тапты. Өткен аптада PSG Мбаппенің Парижде қалатындығына сенімді болған. Бірақ осы аптада париждіктер ойыншымен келіссөздерді тоқтатты. Париждіктер Мбаппеге команданың капитандығын, әлемдегі ең жоғарғы жалақыны және имидждік табыстың барлығын ұсынды. Бірақ бұлардың ешқайсысы көмектеспеді. Гол басылымның хабарлауынша Чемпиондар лигасының финалы аяқталғаннан кейін Реал Мбаппенің трансфері жайлы хабарлайтын болады. Кеше біз Роналдудың PSG-ға ауысуы мүмкін екендігін айтқан болатынбыз. Ал бүгін Мбаппе осы трансфер жайлы өз ойымен бөлісті. Мен үшін бастысы Чемпиондар лигасын жеңіп алу. Мен қазір әлемнің үздік ойыншыларымен бірге командада ойнаймын. Біздің команда әлемдегі үздік команда деп есептеймін. Менің кумирім Зинедин Зидан және Криштиану Роналду. Мен Парижде қалатынымды не қалмайтынымды білмеймін. Қазір болашақ жайлы ойлап жүрген жоқпын. Бірақ Роналдудың келуі менің соңғы шешіміме әсер ететін болады. Егер Криш PSG-ға келер болса, мен өз 7-ші нөмірімді беруге дайынмын. Роналду мен Месси әлемнің үздіктері. Олармен бір командада ойнасам арманым болмас еді, деді Мбаппе L'Equipe басылымына берген сұхбатында. Өз сөздерімен Мбаппе өзінің трансфері жайлы өшіп бара жатқан интриганы қайта жақты. Енді PSG Мбаппені сақтап қалу үшін Роналдуды сатып алуы да мүмкін. Бәрін уақыт көрсетеді. Барселона президенті Жоан Лапорте Левандовскийдің ауысымы жайлы сұхбат берді. Айта кетейік, Левандовский Баварияда қалмайтындығын хабарлады. Левандовский Барсаға келуі мүмкін бе? Команда өкілдері бұл сұрақ бойынша жұмыс істеп жатыр. Барлығын егжей-тегжей айта алмаймын. Біз команданы күшейту үшін барымызды салып жұмыс істеудеміз. Бірақ қаржылық қиындықтардың салдарынан бұл оңай болып жатқан жоқ. Бірінші қаржылық қиындықтарды шешу қажет. Осыдан кейін ойлап отырылған барлық трансферлерді жүзеге асыруға мүмкіндік туатын болады, деді Лапорте AS басылымына берген сұхбатында. Бұл сөздерге қарап Левандовский Барсаға келуі екіталы екендігін түсінуге болады. Бавария поляк үшін 60 миллион евро сұрап отыр. Ал Барселона болса 30 миллион евродан артық бере алмайды. Бұны түсінген Левандовский Барсаға ауысу үшін тіпті өз жалақысын азайтуға да дайын. Фабрицио Романо мырзаның айтуынша Левандовскийге ақшасы жетпей отырған Барселона Манчестер Ситидің негізгі ойыншыларының бірі Илкай Гюндоганға қызығып отыр. Жартылай қорғаушының өзі де Барсада ойнауға қарсы емес көрінеді. Ойыншыға АПЛ-ден Арсеналда қызығушылық танытып отыр. Гюндоган Манчестер Ситиде жастарға бәсекелестік тудыра алмайтындығын түсінген секілді. Айта кетейік, ойыншының Ман Ситимен келісімшарты осы жазда аяқталады. Гвардиоланың өзі де ойыншымен қоштасуға қарсы емес. Трансфер маркет порталы 31 жастағы неміс ойыншысын 35 миллион евроға бағалап отыр. Ақшасы жоқ Барселона еркін агенттерді іздестіруде және тізімде Гюндоган бірінші тұрғаны анық. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Бүгінгі жаңалықтар жайлы өз пікіріңіз болса, комментке жазсаңыздар болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.